Сәулем, сәулем, сәулемсің деген Роза Бағланова апамыз айтқан әнді білмейтін қазақ жоқ шығар. Сонда мынау Таласбек Әсемқұловтың Тәтімбет сері тарихи романында мынандай бір эпизод бар. Тәтімбет Қарқаралының күйшісі Алтай жаққа барады ғой, жұт кезінде жылқыларды қыстатып. Сол жерде мынандай айтыс көреді. Содан соң жастар қыз бен жігіт болып екі топқа бөлініп айтысқа шықты. Кенет бейбіт басталған айтыс мүлдем басқа мағынаға ауысқан. Сақи болсаң келерсің, қаннан өтіп сәулем-ай. Бақи болсаң қаларсың, қанға батып сәулем-ай. Тәтімбет сонда барып түсінген. Бұл шындығында айтыс емес. Баяғы жаугершілік заманда жауға аттанып бара жатқан жігіттердің ару қыздармен қимай-қимай қоштасқан екен. Ықылымға кеткен кер заманның, ерлік заманның елесі атойлап көтеріліп, көзінің алды буалдыр тартқан. Дүбірлі дәуреннің шежіресі енді ауыл арасында айтылатын әнге айналғанымен, мағынасы тыңдаған адамына қарай екен. Сонда Таласбектің бір арманы сондай болды. Бір театрымызға осындай бір Ербол Алшынбай сияқты ескі стильді, жырлардың стилін жақсы білетін адамға жаңадан текст жаздыртып, осыны бір қойылым, сахнаға қойылым жасаса деген арманы болды.